Фредерик Шопен туралы 3 дерек. Бірінші дерек. Әйгілі Шопен өмір бойы 30 рет қана үлкен концертке сахнаға шыққан. Неге олай аз десеңіз, Шопен көпшіліктің алдына шығар алдында өте қатты қобалжып, қорыққан. Француздар оны лютрек деп атайды. Варшавадағы концерттердің бірінен кейін ол досына: "Сен сенбейсің, бірақ концертке шығатын күннің алдыңғы 3 күнім мен үшін нағыз азап болды" деп жазған. Екінші дерек. Шопен 12 жасында шеберлігі жағынан ересек поляк пианистерден кем болған жоқ. Сондықтан болар балаға фортепиано сабағын беріп жүрген мұғалімі одан артық ештеңе үйрете алмайтындығын мойындап, сабақ беруден бас тартқан. Үшінші дерек. 18 жыл Францияда тұрған Шопеннің соңғы өсиеті қайтыс болғаннан кейін жүрегін аңсаған еліне қайтару болды. Ол кездері мүрдені тасымалдау қиынға соғатын көрінеді. Әпкесі Людвига өсиетті орындау үшін Шопеннің жүрегін коньяк құйылған ыдысқа салып, Польшаға апарады. Қазіргі таңда Шопеннің эксгумацияланған жүрегі Варшавадағы Қасиетті Крест шіркеуінде сақталып тұр.